okay. Соқпаймыз. Мен қақпаға соққы және кездес алды жеңіс командасы. Армысыздар, құрметті футболшылар, қауым, назарларыңызда орталық матч бағдарламасы және бүгінгі біздің бағдарлама Қазақстан Лига кубогының финалы жеңіс пен Астана арасындағы ойынға арналатын болады. Осы ойынның жалпы ойын алдындағы бүкіл қызық ақпараттарды, статистиканы сіздермен бөлісетін боламыз, және де бүгінгі біздің бағдарламамыздың қонағы, жай ғана қонақ емес, осы бағдарламаның жүргізушісі болып келген, осы маусымда енді екеуміз жүргізіп шықтық. Руслан Бақытжан, Руслан, қош келдіңіз. Бүгін енді әдетте сіз жүргізуші ретінде отырсаңыз, бүгін енді қонақ ретіндесіз, және өзімді таныстыра кетейін. Орталық матч бағдарламасының жүргізушісі Әлімжан Тасболатұлы. Қош келдіңіз, көңіл-күйіңіз қалай? Қош көрдік, Әлімжан. Жақсы, өте тамаша. Көзді ашып-жұмғанша маусымда аяқталып қалды. Енді бұйырса аздаған уақыттан кейін Лига кубогының финалы болады. Сол Лига кубогының финалын бірге талқылап көрейік. Қалай екен? Мына жақта емес, мына жақта қонақ болып отырған өзгеше ме екен? Мүлдем басқаша, өйткені менде негізгі сұрақтарым болған, осы жалпы матчқа байланысты. Бірақ енді арасында саған да сұрақ қойып отырмын. Әрине, құрметті көрермен, бүгін енді екі осы орталық матч бағдарламасының жүргізушісі сіздерге бір ерекше формат ұсынайын деп отырмыз. Бір-бірімізге сұрақ қойып, бүгін енді мен демек қойын, екі жүргізуші бар деп те айтсақ болатын шығар. Енді құрметті көрермен, тағы да естеріңізге түсіре кетейік, бұл ойынды сіздер қайдан көре аласыздар деген сұрақ туындаса бірден жауап бере кетейік. qfutbol.kz сайтынан, qfl.kz сайтынан, тағы да qfutbol мобильді қосымшасынан, және де qfl TV YouTube каналынан, арнасынан көре аласыздар. Және де енді бүгінгі осы Лига кубогының жеңімпазы кім болатында бірге анықтап көретін боламыз. Және жалпы енді, Руслан, өзіңізге сұрақ қоятын болсақ, ойын алдындағы қандай не күтіп отырсыз жалпы бұл ойыннан? Жалпы Қазақстан футбол клубтар арасында футболының бұл енді соңғы ойыны. Астананың өзінің Еврокубоктағы ойындары бар, олар енді мүлдем бөлек, ол Еврокубоктық бәсеке, бірақ бұл біздің маусымда аяқтайтын соңғы ойын. Бұл ойыннан көп голдар күтемін. Әсіресе жеңіс командасында бүгін мотивация көп болады деп ойлаймын. Өйткені жалпы өткен жылы ғана бірінші лигада ойнап жүріп, Қазақстан чемпионатына жолдама алып, және осындай турнирдің финалына шыққан команда үшін бұл керемет мотивация. Лига кубогі деген негізі коммерциялық турнир. Негізінен жылдың басында бұл турнир пайда болған кезде енді көптеген топ командалар Қазақстан чемпионатындағы бәлкім аса қатты мән бере қоймаған шығар. Өйткені олардың негізгі мақсаттары ішкі чемпионат болды, Лига кубогі деген қандай турнир деп білмей жатқандар болды. Бірақ жеңіс сияқты командалар үшін мұндай турнир аса қажет. Өйткені бұл коммерциялық жағынан да бір өте тиімді болды. Және бас бапкер де айтты, жеңіс командасын жақында ғана күні кеше ғана айтты. Біздің негізгі Қазақстан чемпионатындағы жалпы осы биылғы маусымдағы мақсатымыз ол премьер лигадағы элиталық дивизиондағы өз орнымыз сақтап қалу болатын, және осы турнирге қатысып, яғни Лига кубогіне қатысып, барынша мейлінше алысқа барғымыз келді, және біз финалдан бірақ шықтық деді. Сондықтан да бұл ойын менің ойымша жеңіс командасына көбірек қажет сияқты. Түсінікті. Және тағы да бір сөзіңіз жалғай кететін болсақ, бұл турнир жалпы бірінші рет өткізіліп жатыр. Яғни бұл жеңіс пен Астана футбол клубы енді тарихта қалады десек те болады. Алғашқы финалистер ретінде де, және кім жеңімпаз болатында бүгін бірге анықтаймыз. Осы екі құрамның жүріп өткен жолына қарайтын болсақ, енді жеңіс топтық кезеңде Тобылды 2-0 есебімен жеңді, Қайсарды 1-0 есебімен жеңді. Тек қана бірақ жеңіліс ол Ақтөбеден 2-1 есебімен жеңіліп қалған болатын. Бір қызығы, енді сол 4 топ болады. 4 топтың жеңімпазы бірден жартылай финалға шығатында білдіге. Екі ойын барысында бұл жерде Қайратпен 2-2 есебімен ойнады. Алғашқы ойында 2-0 есебімен жеңді. Екінші ойын Зарияның керемет голдарын білеміз. 2-0 есебімен Қайрат жеңген болатын, және пенальти сериясында бір қызығы Қайраттың академиясының түлегі, дәл осы жеңісте жалда ойнап жүрген Темірлан Нанарбеков пенальти сериясында өзінің керемет көрсетті, тағына жеңіске осылай жеңіс алып келгенін енді білеміз. Астанаға келетін болсақ, Астана енді бірден
алғашқы ойында Жетісуда 2-1 есебімен жеңілді, одан кейін Каспийді 5-0 есебімен жеңді және Шахтерді 4 есебімен жеңіп топтан шықты. Елімаймен 2-1 ойын өткізді, 2 ойында 0-0 есебімен аяқталды және бұл жақта да тағы да бір Астананың енді негізгі қақпашысы деп айта алмаймыз. Үшінші қақпашысы Мұхамеджан Сейсен пенальти сериясында өзін керемет көрсетіп, осы елордалық клубты финалға шығарғанды білеміз. Енді бүгін енді астаналық дерби. Екі клубты Астананың өкілдері және де финалдың Түркістанда өтіп жатқанын білеміз. Түркістан арена қайтадан ашылды. Мынау жалпы алаңның сапасы керемет. Қазір енді аздап жел тұрып тұр екен. Ол Түркістанға қалыпты жағдай, қалыпты ауа райы деп білеміз. Бірақ бұл ойынның жалпы қызықты өтуіне ештеңе кедергісін келтірмейді деп ойлаймыз. Және бір қызығы, егер де құрметті көрермен Түркістан қаласынан болсаңыздар, қазіргі таңда әлі де біздің бағдарламаны көріп отырып, ойланып отырсаңыздар, ойынға кіру тегін, яғни барып осы маусымдағы Қазақстандағы соңғы ойынды тамашалауларыңызға шақырамыз. Жалпы енді бұл ойынның жеңімпазына келетін болсақ. Енді жеңімпазды анықтау қиын ғой негізі. Бір айтқанға фаворит әрине қағаз жүзінде Астана командасы. Астана командасына да біз енді есептен шығаруға болмайды. Бұл команда финалға шықты. Жеңіс тек қана жеңіс клуб үшін ғана керек емес. Астана үшін де бұл енді коммерциялық жағынан да керемет мотивация болады ойыншыларға. Бір жағынан бұл Еурокубоктың алдындағы бір оқу-жаттығу жиын сияқты, жолдастық матч сияқты, бір ресми матч жоқ қанша дегенмен бұл ойын керек Астанаға. Енді қағаз жүзінде бұл ойында менің ойымша Астана командасы жеңу керек. Бірақ біз Қазақстан чемпионатындағы соңғына кейінге қалдырылған 18-ші турдың матчын білеміз ғой. Астананың аяғына шалған матч болды. Былайша ойын болды, 1-1 есебімен аяқталды, тең есеп. Сондықтан да жеңістен де қауіп күтуге болады. Енді финалға шыққаннан кейін екі команданың да менің ойымша жағдай тең есеп деп ойлаймын. Қанша дегенмен де Астана бүгін допқа көбірек иелік етуі мүмкін, көп соққы жасауы мүмкін, бірақ жеңіс оңайлықпен берілмейтін сияқты. Тіпті менің ойымша бұл матчта жеңімпаз пенальти сериясында анықталып қалуы мүмкін. Яғни экстра таймнан кейін бар. Дұрыс айтасыз, жалпы кубоктық командалар деп жататын бар және чемпионаттағы командалар деп жататын бар, яғни алысқа шабатын. Яғни жеңіске бұл жерде өзінің 4 ойынын жеңу керек болды финалға шығу үшін. 4 ойында 5 ойын басым түсті және финалға шығып отыр. Бұл жерде де енді соңғы күшін салып, жеңіс те бүгін жай қарап қалмайтын да түсінікті. Енді осы екі құрамның өзара ойындарына тоқтала кететін болсақ, соңғы 5 ойынына сонау 2012 жылы ойнаған екен. Соңғы 5-ші ойынның Қазақстан кубогында Астана 1-0 есебімен жеңген екен. 2014-те тағы да Қазақстан кубогында Астана 1-0 есебімен жеңген және QFL-да Қазақстан премьер лигасында Астана 2-0 есебімен жеңген, кубокта 1-0 есебімен жеңген және өзіңіз айтқан жаңағы соңғы ойын қарымта матч QFL премьер лигада 1-1 және осы ойынды көп өзіңіз де айтып отырсыз, басқа да эксперттер айтып жатыр. Астананың чемпиондық бәсекедегі бір жіберген қателігі осы ойын болды дегенде. Яғни жеңіс, былай қарап тұрсақ, осы маусымның өзінде ақ Астанамен 3-1 ойын өткізіп үлгеріпті. Бүгін енді 4-ші ойыны және бір қызығы 4 ойында 3-1 чемпионатта, Қазақстан кубогы, Қазақстан премьер лигасы және Қазақстан лига кубогының финалында. Бұл енді керемет нәтиже деп білеміз. Екеуінде Астана жеңіске жетсе, біреуінде тең нәтиже тіркелген екен. Енді бұл жерде мынау жеңіс туралы да айтатын болсақ, жеңіс өзіңіз айтып отырсыз жаңа бірінші лигадан енді көтерілді деп. Және Қазақстан премьер лигасында орын сақтап қалды. Бірден лига кубогының финалына шығып отыр. Және бір кездері осы клубтың жоқ болып кеткен деп білеміз. Қайта жанданып жатқан клуб үшін бұл керемет нәтиже деп санайсыз ба? Керемет нәтиже. Салыстырмалы түрде алып қарайтын болсақ, мен Астана қаласында бірнеше жыл жұмыс істедім ғой. Сонда Астана командасының ойындарына көп баратынмын. Жұмыс бабымен, қолым бос болса да баратынмын. Ол Қазақстан чемпионаты, ол Еурокубоктер. Сол Қазақстан чемпионатында енді Астана аренаға бір 30-32 мың жанкүйер сиятын білеміз. Сонда бір Қазақстан чемпионатында бір 2000-3000 мың адам әрең жиналатын. Еурокубоктерге түсінікті, билет болмайды, орын болмайды деген сияқты. Ал енді Астана 1964 деген команда болды. Бәйтеректің несі бар. Сол команданың ойындарына жанкүйер көп келетін. Өте көп келетін. Ол кәдімгі Астананың бұрынғы фанаттары. 60-шы жылдардан бері сол командаға енді әр жыл сайын әр кездері команданың аты өзгеріп отырды, бірақ енді Целиноградтың, яғни Ақмола облысының басты командасы болып келді ғой. Және сол жеңіс сол команданың жалғасы ғой, былайша айтқанда. Және жеңістің жанкүйерлері көп. Жеңістің жанкүйерлері Астанада кәдімгі бұрыннан тұрып келе жатқан адамдар, жанкүйерлер Астанаға жеңіс командасын көбірек қолдау көрсетеді. Сондықтан да менің ойымша енді ойын Түркістанда өтіп жатыр.
бұл да бір ерекше болайын деп тұр. Айта кету керек, құрметті көрермен, Түркістан арена тәуелсіз Қазақстанның тарихындағы салынған, су жаңа нөлден салынған екінші ғана стадион. 2009 жылы Астана арена пайдалануға берілді, Шевченколар келіп ашылуында болған білеміз. Енді бұл күндері Астана арена әлі күнге дейін жөндеу жұмыстарын аяқталған жоқ. Сондықтан да Түркістан арена 7000 адам сияқты жап-жаңа әдемі стадион, бірақ өкінішке қарай жылдың соңында енді ғана ойнауға мүмкіндік болып жатыр. Енді алдағы уақытта менің ойымша келесі жылы бүкіл көктемнен бастап күзге дейін ойнайды деген ойдамыз. Сол стадионда екі елорданың командасы киелі Түркістан жерінде кездескелі жатыр. Енді ол жақта енді дәл қазіргі менде қай команданың жанкүйері көп болады деген ақпарат жоқ, өкінішке қарай, бірақ не болса екі командада қолдаусыз қалмайды. Жеңіс командасы туралы айтуға болады, айтып қалдым. Бірінші лигадан шыққан команда үшін бұл үлкен мотивация, керемет нәтиже. Жеңістен бөлек Елімай командасында ерекше атап өтуге болады. Негізі Елімай да осы турнирдің финалында ойнауы әбден мүмкін еді. Пенальти сериясында Мұхамеджан Сейсен құтқарды. Мен сол ойында болдым, айтпақшы. Көрдім. Негізі Елімай жеңіске жақын болды, және Елімайдың сол матчтағы жанкүйерлер өте көп болды. Семейдің жанкүйерлері көп болды. Деді пенальти, былай қарасаң, команданың үшінші қақпашысы, бірақ қандай мықты пенальтилер қайтарды. Ризамын. Жеңіске бір үлкен жетістік деп ойлаймын. Түсінікті. Олай болса, енді дәл осы финалға арналған біздің редакторларымыздың дайындаған керемет видео сюжеті бар екен. Олай болса, құрметті көрермен, назарларыңыз экранда болсын. Біздің келесі кезекте видео сюжет. Бұрын жеңіс сәтті қолданып, Қарағандыда 7 дүркін ел чемпионымен тең түскен. Бразилиялық Сурмирген Адильоның голы Астананың чемпиондық таласына әсер етіп қана қоймай, жалпы өзара 5 кездесудегі команданың алғашқы голы болды. Жеңіс Астанадан әлі айласын асыра алмады. Алдағы ойында да қарсыласы фаворит саналады. Күнтізбесі тығыз болса да, Григорий Бабаянның шәкірттері ел чемпионатында күміс жүлдегер атанып, конференциялар лигасындағы жорғын жалғастыруда. Тіпті жаңа додада екінші құрамымен де сәтті ойын көрсетіп, ел футболы тарихында рекордтық 17-ші жүлдесіне қол созбақ. Финалға жеңіспен Елімай шығады деп күткенмін. Акис Вавалистің футболшылары пенальти сериясы арқылы финалға өтсе, Елімай бұл міндетті орындай алмады. Шыны керек, күнтізбесі қиын Астана шешуші ойынға шығады деп күтпедім. Себебі чемпиондық аталас және конференциялар лигасының жалпы кезеңі күштің орынды жұмсауына итермеледі. Бірақ бәрібір де олар финалда доп тебеді. Нұрсұлтан Құрман QFL KZ сайтына берген сұхбатында жеңістің чемпион болғанын қалайтынын жасырмады. Алайда финалда түрлі сценарий тіркелуі мүмкін. Осыдан 3 жыл бұрын Түркістан аренада Астана клубы Қазақстан суперкубогында тобылдан есе жіберген. Ендігі кезекте бұл стадионда жеңімпаз атанатын уақыт келді ме? Әлде жеңіс тағы да сенсация автор атана ма? Керемет футбол мерекесіне бірге куәгер болайық. Біз Акис Вавалистің де әріптесіміз Нұрсұлтан Құрманның да ойын тыңдап алдық. Енді Руслан, сізге тағы да мынандай сұрақ қойғым келіп тұр. Жалпы біз жеңіс туралы айттық, жеңістің қайта құралғаны және бұл құрам үшін бұл керемет нәтиже екен. Астана, өзіңіз жаңа сөзіңізде айтып қалдыңыз, ертең 28 қараша күні УЕФА конференция лигасында Алматыда Витория Гимарайншты қабылдайды. Бұл ойынды сол ойынға деген қандай да бір ойыншылардың бір физикалық жағдайын сақтап қалу ретінде қарастырады ма, әлде жоқ, біз бұл финалды жеңу керекпіз, бұл да бұл кубок, бұл да бір біздің бюджетімізді кеңейтетін дүние деп қабылдайды деп ойлайсыз ба? Енді менің ойымша бүгінгі матчта негізгі құрам шығады деп ойлаймын. Жеңіс командасына қарсы ойында, өйткені бұл да бір финал. Негізгі команданың, Астана командасы негізгі мақсаты ол чемпиондық болатын биыл. Бірақ Астана жанкүйерлерінің өкінішіне қарай команда соңғы сәтте сүрінді. Енді аяқтан шалған командалардың бірі ол жеңіс болды. Тек жеңіс емес, негізі басқа да олқылықтар болды команданың осындай нәтиже көрсетіп қалуына. Бірақ соған қарамастан олар жүлдегерлер қатарынан көрінді біріншіден. Одан кейін конференция лигасының негізгі айналымына жолдама алды және осы лига кубогының финалына шықты. Ал енді бұл жерде мәселе Витория Гимарайнш командасына қарсы дайындық маңызды ма, ойын маңызды ма, әлде осы ойын маңызды ма дегенде менің ойымша оған дейін әлі уақыт бар. Сондықтан да бүгін негізгі құрам шығып, Астана жай ғана жеңіс алады деп ойлаймын. Яғни жай ғана болғанда пенальти сериясы болсын әйтеуір жеңеді деп ойлаймын. Неге? Өйткені бұл қосымша мотивация. Ойыншыларда жалпы
қаншалықты ақша табатынын біледі, және ол команданың әр өкіліне, мүшесіне теңдей бөлінеді. Сонымен қатар негізгі құрамда шыққан, солай ғой, негізгі құрамда шыққан ойыншыға көптеп ақша төленеді, қосалқы құрамда кішкене басқа гонорар деген сияқты. Сондықтан да бұл ойында менің ойымша барлық кез келген ойыншы бірінші минуттан бастап шығуға талпынатын шығар. Сөзіңізді жалғайтын болсақ, өткенде осы жақында бір іссапарға барып келдім. Сол жерде әуежайда Макс Эбонгты жолықтырып қалдым. Екеуміз бірге Алматыға шығып келдік. Сол жерде Макспен сөйлесіп қалдым. Аздап сұрасам, енді маусым аяқталды, қандай нәтижелер десе, әр ойында енді барынша біз жақсы нәтижеге қол жеткізуге тырысамыз деді. Әсіресе осы жеңіске қарсы негізгі бапкерлік штабтың айтқан әңгімесіне қарайтын болсақ, негізгі құрам шығады, және бұл ойында максималды түрде сол Виторияға да дайындық ретінде бір жағынан қарастырамыз деп те айтып қалғаны болды. Енді екі құрамның соңғы 5 ойынын қарайтын болсақ, енді әрине жеңістен бастап көрейік. Жеңіс бұл жерде Тобылды 2-1 есебімен жеңді. Жетісуды 1-0 есебімен жеңді. Қонақта Ордабасын 2-1 есебімен жеңіп, Ордабасын чемпиондық таластағы тағдырын шешіп тастағанды білеміз. Одан кейін Тұранмен 1-1 және Қызылжардан 1-0 есебімен жеңіліп қалғанда көріп отырмыз. Бұл жерде енді қарап отырсақ, фавориттерге қарсы қандай керемет нәтиже көрсетіп жүргеніне, яғни бір ерекше мотивациясы бар. Ал Астанаға келетін болсақ, Астана Ақтөбені 2-0 есебімен жеңді өз алаңында, Атырауды 3-2 есебімен өз алаңында жеңгенін білеміз. Содан кейін Тобылдан 1-0 есебімен жеңіліп қалды. Пафостан 87-ші минутта қателеспесек гол жіберді. Мұхамеджан Сейсен 13-1 сейв жасап, сол турдағы конференция лигасының үздік қақпашысы болғанда білеміз. Және соңғы турда енді өз алаңында бірінші таймда Жетісуды 5-0 есебімен талқандап, бірақ бұл нәтижеде чемпион болуға еш өзінің көмегін жасалмағанда білеміз. Жалпы екі құрамдардың жүрген жолын қарайтын болсақ, бұл жерде Астана 2 рет жеңілді, бірақ Пафосқа қарсы ол екінші құрам жібергенде білеміз. Себебі сол Жетісуға қарай дайындалды. Ал жеңіс фавориттерге қарсы керемет нәтиже ойнайды. Яғни сіздің осы соңғы 5 ойындағы статистиканы қарап отырсақ, бірнеше рет айтып қалдыңыз, бүгінгі ойында енді Астана қағаз жүзінде де, ойын жүзінде де фаворит дегенде. Ойыңыз өзгермейді ме осы статистикаға қарасақ? Өзгермейді. Астана командасына соңғы 5 ойын көріп отырмыз ғой. Ақтөбені жеңді, Атырауды жеңді ғой. Атырау жеңгеннен кейін, матчтан кейінгі болған мәселені де білеміз. Бабаянның эмоцияға беріліп, кейін қызыл қағаз алып, Тобылмен өткен ойынға қатыса алмағандығы, бұл да қатты әсер етті, және Тобыл тобықтан шалды былайша айтқанда. Бапкер қанша дегенмен де командамен бірге жаңағы алаң жегінде 90 минут бойы тұрып, 15 минуттық жаңағы үзілісте киім ауыстыру бөлмесінде ойыншыларға мотивация бере алмаса, бұл өте қиын болады. Және содан опық жеп қалды. Тобыл командасы аяқтан шалды, жеңіп кетті. Енді Тобылға да жеңіс керек. Мысалға, әділ ойын болды. Ал енді соңғы Пафостан кейінгі матчта негізгі құрам шыққанына қарамастан, 5-0 есебімен жеңгеніне қарамастан, Атырауда Қайрат командасы Атырауды 1-0 жеңіп кетті. Сөйтіп Қазақстан чемпион атанды. Енді бір қиындықтар болды Астана командасында. Ол эмоция, бапкерге мысалға матчтан кейін, Атыраумен өткен матчтан кейін ештеңе демей-ақ қою керек еді, немесе жаңағы кикілжің болмай-ақ қою керек еді. Аздап шапалағын бермеу керек еді. Шапалағын бермеу керек еді, негізі тікелей мағынада солай болды ғой. Астананың өкінішіне қарай. Ал Қайрат алдыда өзінің жұмысын әдемі аяқтап, жеңіп, Қазақстан чемпион атанды, лайықты болды деп ойлаймын. Әділ болды, биылғы чемпионат ерекше болды. Және 2016 жылдан бастап бірінші рет биылғы маусымда Қазақстан чемпионы ең соңғы турда анықталды. Әдетте мұндай жағдай Англия чемпионатында болады. Бір тур қалғанда барлығы матчтардың барлығы бір уақытта болып, жеңімпаз соңғы минутта ғана анықталып жатады. Сол сияқты биыл Қазақстан чемпионы бізде соңғы турда анықталды. Қызық ойын болды. Тіпті Тондоның өзінде мысалға қай қалаға апарарын білмеді. Алматыға ма, Атырауда ма? Сол үшін Алматы келгеннен кейін, Қайрат келген кейін Алматыға, Алматыда табыс жасағанда білеміз. Қайраттың марапаттауына мен де барып қатыстым. Айтпақшы ақпаратты қолдау көрсеттім. Қайрат командасы сөйтіп өз тарихында кезекті мәрте араға 4 жыл салып қайта чемпион атанды. Енді бұл жерде статистикаға енді пас беру статистикасына назар аударатын болсақ, алдыға дәл доп жеткізу статистикасы бойынша жеңісте 70%, Астанада 77 екен. Алысқа пас беру бойынша 35,3 және Астанада 33,9, яғни жеңіс сол қорғаныстан көбінесе алдыға қарай пас беретін сияқты. Қапталдан доп асыру бойынша 8,2, ал Астанада 11,6. Бұл жерде білеміз, Камара бар, Томас бар, екеуі екі қапталдан
Роговскийдің өзі де қосылып шабуыл жасайтын. XA бойынша бұл жерде 0,61 және Астанада 0,95 екен. Допқа таласта жеңуге келетін болсақ, екі команданың статистикасы жақын екен, 50% және 52% бұл жерде таласқан тартыстың бір жартысын жеңеді екен. Фолдар бойынша енді жеңіс түсінікті, бұл жерде көптеу фол жасайтын 13,7, ал Астанада 11,3. Енді жеңістің жаңағы Вавалистің өзі айтқандай біздің бюджетіміз аз, ойыншыларымыздың деңгейі аздап төмен дегенге де келтіріп тұрған шығар мүмкін. Ал допты тартып алу бойынша 48,9-да, Астанада 43,6. Бұл жерде керісінше екен, ойыншылардың жаңағы сол текетірестерге көп ойын тәртібін бұзатын болса да, бірақ сол допты тартып алу пайызы бойынша жеңісте көп. Ал соңғы статистикаға қарайтын болсақ, 10,42 және Астанада 5,76. Осы статистикаға қарап отырсақ, жалпы бүгін допқа таласу фол барысында сондай бір аздап бір тәртіп бұзушылық көп ойын көретін сияқтымыз ба? Енді біріншіден допты тартып алу бойынша Астана командасына 43,5, жеңіс командасына көбірек екен, 48%. Оны түсінуге болады, өйткені Астана допқа өзі көбірек елік етеді ғой. Допты ұстаған команда допты тартып алмайды ғой. Керісінше бұл жерде жеңіс сияқты допты астайтын командалар амал жоқ допты тартып алуға барады, екінші нөмір ойнайды. Сондықтан да бүгін фолдар көп болуы мүмкін, өйткені бұл финал ғой. Сондықтан да ешкім аяп қалмайды. Жеңіс үшін бұл маусымдағы соңғы матч, одан кейін барлығы демалысқа кетеді. 2 апта, 3 апта футболшылар өз үйлеріне барады, шетелге барып демалып келеді. Одан кейін желтоқсан айында келісім шарт реттегеннен кейін енді қайтадан оқу-жаттығу жиындарын бастайды. Сондықтан да жеңіс менің ойымша бүгін тағы да ойын тәртібін көбірек бұзады деп ойлаймын. Өйткені Астана енді негізгі құрам шығатын болса, онда допты көп бере қоймас. Түсінікті. Және біз айтқан статистиканың енді радары бұл жерде қарап отырсақ, сол ППДА-дан ғана жеңістің бір керемет үстемділігін көріп отырмыз. Басқасы фолдан аздап қана бар, бірақ басқасын қарап отырсақ, бір командалар бір тепе-тең нәтиже. Бұл жерде біреудің бір керемет үстемділігі бар екен, біреуден бір бас жоғары екен деп те айта алмаймыз. Келесі енді тағы да біздің статистикамыз бар. Бұл жерде шабуыл бойынша, жасаған шабуылдар бойынша голдарға келетін болсақ, жеңісте 0,8, ал Астанада 1,7 екен. Гол соғатын сәттер дейді. 2,1. Ойын барысында, енді орта есеппен алғанда, Астанада 3,8. Яғни өзіңіз айтқандай, Астана көп допқа иелік етеді, шабуыл жасайды. Сол ішінде гол соғатын сәттерін өте көп екен көріп, бірақ бір қызығы дәл соққылар. Жеңісте 31%, Астанада 37%. Көп шабуыл болғанымен, жеңіс сол өзінің бір 2,1 сәтінің өзін барынша пайдалануға тырысады екен. Алыстан дәл соққылар 25% және 27%. Енді білеміз, екі құрамда да алыстан енді көп соққы бағыттамайтын, Астанада сол Аманович пен Томасов бағыттауы мүмкін. Арасында Айбонг болмаса, бірақ көп жоқ. Ал жеңісте сол Пансулаяны атап өтуге болады, енді алыстан соққы бағыттап қалады деген. XG бойынша жеңіс 0,91, яғни әр ойында бір голға ойнап береді екен. Астанада 1,74, яғни 2 голға жақындау. Бұрыштамадан голдар, бір қызығы жеңіс 1-1 гол соқпаған бұрыштамадан. Бұлай қарапсақ, жақсы алып бойлы қорғаушылар бар, бірақ 1-1 гол соқпаған, ал Астана 5 гол соққан екен. Оның соңғыларына келетін болсақ, сол Калайцаның да осы соңғы ойындарда гол соққанын білеміз. Және дәл осы біздің көрсеткіштердің енді радары, пенальтиді қарап отырсақ, Астанада кереметтей бір үстемділік бар екен маусым барысында. Жалпы бұл статистикада енді шабуыл жасайтын статистикада Астананың үстемділігі көрініп тұр. Бұл жаңа сіздің айтқан сөзіңіздің көрсеткіште ойлайсыз ба? Дәлелі? Одан бөлек Бабаянды біз жақсы білеміз ғой. Кезінде Астанадан кетіп, Тобыл жаттықтырды ғой. Сол кезде Тобылда жұмыс істеп келе жатып, ЦСКАдан жақсы ұсыныс түседі. Мәскеудің ЦСКАсынан. Сонда ол бас бапкерлік қызметінен кетіп, ЦСКАға барып бас бапкер болмайды. Бас бапкердің көмекшісі болады. Және Бабаянның сол ресейлік клубтағы негізгі міндеті стандарттарға көп иек арту. Яғни стандарттарға жауап беру. Ол бұрыштама, ол айып добы, ол пенальти, 16 сыртынан ішінен келетін сәттер. Яғни Григорий Бабаян стандарттарға ерекше мән береді. Және соның бірден бір дәлелі көріп отырсыз. Пенальти жағынан, бұрыштама болсын,
басқа да жағдай болсын, стандарттан команда бірнеше гол соққан биылғы маусымда. Түсінікті. Я, құрметті көрермен, олай болса біздің кезекте енді дәл осы Түркістан аренадан тікелей қосылым бар. Біздің әріптесіміз Жалғас Азғанбаев осы сіздерге Түркістан аренада атмосфера қандай болып жатқанын, ойын алдындағы дайындықтың қалай болып жатқанын барлығын қазір айтуға дайын тұр екен. Олай болса Жалғас, сөз кезегі өзіңізде. Әріптестер, қайырлы күн. Міне футбол маусымының соңына дейінде жеттік. Бүгін түркі әлемінің туристік астанасы Түркістан қаласында үлкен футбол мерекесі, елордалық дерби, жаңа турнир 1xBet QFL Лига кубогының финалында Жеңіс пен Астана клубтары кездесетін болады. Дәл қазір Түркістан аренада дайындық жұмыстары жүргізілуде. Осыған дейін командалар алаңға шығып, жалпы төсеніштің сапасын тексерді. Осыған дейін де бұқаралық ақпарат құралдарына арнайы баспасөз мәслихатында барлығы жоғары баға берген. Жалпы аренаның сырт жағында жанкүйерлерге арнайы белсенділік аймақтары, сонымен қатар бүгін автокөлік ұтыс ойыны болады. Және де бүгінгі жеңімпаз жаңа кубоктан бөлек 90 миллион теңгені алады. Ал күміс жүлдегер 50 миллион теңгені алса, жалпы Жеңіс немесе Астана клубы жеңіске жетсе, жалпы осы турнирға қатысқан үшін 129 миллион теңгеге дейін өз қаражатын күшейте алады деп айтуға болады. Бірақ әрине ойын бізге қызық. Бұл елордалық дерби, жалпы командалар өз тарихында 5 мәрте кездескен, 4 рет Астана жеңіске жетсе, соңғы рет 29 қыркүйек күні өздеріңіз білетіндей екі команда тең түсті. Осы тең нәтиже мүмкін Астананың чемпиондық таласына өз әсерін тигізген секілді. Яғни Жеңіс өз тарихында Астананы әлі жеңіп көрмеген, сондықтан соңғы 10 ойында алатын болсақ, Жеңіс клубы 8 ойында жеңілмеген, сондықтан бүгін сенсация одан әрі жалғаса ма, немесе Астана өзінің рекордтық 17-ші кубогын жеңіп ала ма, барлығын бірге тамашалайтын боламыз. Бұл әрине ең қызық турнир. Осыған дейін де Астана клубының ойыншысы Марат Быстров және Жеңіс клубының ойыншылары, бас бапкерлері бұл финал деп атап өтті. Яғни ешқандай қосалқы құрам, эксперименттер финалда мүмкін емес. Бұл маңызды ойын, бұл соңғы ойын. Сондықтан түркі әлемінің туристік астанасы Түркістан аренада 7000 адам келеді деп күтудеміз. Дәл қазір дайындық жұмыстар жүргізілуде. Сондықтан барлығымыз бірге осы шиеленіске толы футбол маусымының аяқталғанын бірге тамашалайық. Екі клубқа да сәттілік тілейміз. Студия әзірге бар ақпарат осы. Я, құрметті көрермен, енді Жалғас бізге осы Түркістан аренадан керемет ақпараттармен бөлісті. Тіпті жеңімпаз құрамның қанша ақша алатында біз екеуміз естіп алдық. 129 миллион теңге деді. Жалпылай алған кезде. Жақсы. Әдемі ғой? Өте жақсы. Бұл кәдімгідей бірнеше ойыншының айлығы деп айтсақ болады, бір айға құртатындай. Керемет. Бұл турнирдің де жалпы ашылу себебі өзіңіз басында айттыңыз, коммерциялық турнир деп, және де бұл турнирдің жеңімпазы тағы да бір көрермендерге айта кетейік, ешқандай Еврокубокке жолдама алмайды. Бұл Қазақстан кубогы емес, бұл сол Қазақстан кубогіне қосымша. Тағы да бір қазақ жанкүйерлеріне, қазақ футбол жанкүйерлеріне ойынның көп болуына, қандай да бір тағы да бір кубоктың пайда болуына арнайы жасалған турнир деп айта аламыз. Және осы тұста бізде бір керемет статистикалар көрсететін сәт келіп тұр. Екі бірдей ойыншының, бұл жерде егерде құрметті көрермен, қазір сіздердің назарларыңызға дәл осы экрандарыңыздан кереметтей болып статистика шығатын болады. Оны біздің енді режиссерлар бүгінгі шыққан кезде маған айта кетсе, мен ескертіп оқып беремін ойыншылардың статистикасын туралы. Жалпы енді осы ойында айтып отыр, 7000 адам келу күтілуде деп тұр. Сол туралы, міне, неміз дайын екен статистикамыз. Олай болса, Георгий Панцулая жеңістен, ал Астанадан Джеффри Чинеду. Бір қызығы, Джеффри Чинедудің бұл жерде Еврокубоктық ойындардағы статистикасы саналмайды. Панцулая жалпы осы уақытқа шейін 4 гол соққан, ал Чинеду 10 гол соққан екен. Жалпы гол соғатын мүмкіндіктері 5 Панцулаяда, Чинедуде 14. Қақпаға бағыттаған соққылары Панцулая 15, дәл бағыттаған соққысы 5 екен. Тек қана Георгийдің өзінің XG-і 1.96, яғни керемет. Екі гол соғатын мүмкіндік болады әр ойында. Және
Әуедегі допқа талас 3,6, дәл сол таластарды жеңгені 19% екен. Енді Пансулайдан біз әуедегі допқа талас кезінде жеңуін сұрамаймыз. Чинедуға келетін болсақ, бұл жерде айттық 10 гол соққан дедік, 14 гол соғатын мүмкіндігі болған, қақпаға 25 соққы бағыттаған, және қақпаға дәл бағыттаған соққысы 15, соның 10 голға айналдырып үлгерген. Яғни XG 5,97 екен. Сұмдық. Бұл керемет көрсеткіш. Әуедегі допқа талас барысы 2,6, орта есеппен алған кезде, және оның жеңгені 39% екен. Алдап өтуі 1,2, және де сол алдап қандай да бір финт көрсеткен 64%-ның жеңімпаз болып шыққан екен. Джефриден де бұл жерде бір кереметті бір дриблинг немесе бір финт күтпейміз біз, себебі бұл шабуылшының рөлі алаңдағы басқаша. Осы статистикаларды тыңдай отырып, Руслан, өзіңіз осы екі құрамның көшбасшысын салыстырып отырмыз. Осы көшбасшылар қандай нәтиже көрсетті деп ойлайсыз бүгін? Өзінің осы статистикасын әрі қарай жалғастырады деп ойлайсыз ба? Мүмкін жалғастыру, әрине. Әбден мүмкін. Өйткені айтып жатырмыз ғой, бүгінгі ойын 90 минуттың қорытындысы бойынша емес, 120 минутқа жалғасуы мүмкін. 120 минутта түрлі жағдай болады. Сондықтан да екі жаңа айтып өткен ойыншыда гол соғып жатса, еш таңғалуға болмайды. Екі жыларының өзі қандай керемет. Негізі Еуропаның мықты деген шабуылшыларының өзі бұндай нәтиже көрсете бермейді. 6 XG дегеннен Чинедудің өзіне керемет қой. Сондықтан да гол болады деп ойлаймын, голдар соғады. Жақсы ойын болады деп ойлаймын. Енді екі команда да бір-бірінің қақпасына гол соғып, жанкүйерлерге керемет ойын сыйласа деп отырмыз. Түсінікті, жаңа бір әңгімеміз тоқтап қалды. 7000 адам бүгін осы Түркістан аренаға жиналатынына өзіңіздің ойыңыз? Түркістан халқы Тұранды білеміз, бір ма, екі ма ойын ойнап үлгерді. Бірақ бұндай кубоктың финалы сол суперкубоктан бері болған жоқ. Бірінші ойын болды Түркістан аренаның ашылу, суперкубок ойналды. Қалай болғанды біз барлығымыз білеміз. Сол жерден енді мәселелер анықтала басталды. Одан кейін енді кубоктың финалы бірінші рет оралып отыр. Жалпы Түркістан халқы сағынды ойлайсыз ба футболды? Түркістан халқы әлі дұрыстап үйренбеген сияқты. Жалпы стадионның барын біледі ғой Түркістанда. Бірақ Түркістанда бүгінде ресми 200-ден астам халық тұрады. Енді Түркістан облысының орталығы. Бірақ менің ойымша 7000 адам жинала қоймас. Өйткені біріншіден бұл географиялық тұрғыда екі команданың да қаласы емес. Егер де Тұран ойнаса, әңгіме жоқ. Қазір кәдімгі толып қалатын еді. 5-6 мың адам, 7 мың адам толатын бет. Бірақ егерде ең болмағанда бұл ойын Алматыда болғанда басқаша болатын бет. Бірақ егерде Астанада болғанда әрине 30 мың болмаса да, 15 мыңға жуық адам жиналатын еді. Түркістанда өтуінің себептері де бар. Стадион дайын тұр. Неге өткізбеске? Одан кейін Қайраттың стадионы қазір Еврокубокке дайындалып жатыр. Онда қайтадан қалпына келтіру өте қиын. Біріншіден, одан бөлек оңтүстікте күн жылы, футбол ойнауға әбден жақсы ауа райы бар. Жел бар екен, кішкене бірақ күн шығып тұр. Бірақ 7000 адамға тола қоймас деп ойлаймын, өкінішке қарай. Түсінікті. Одан қоса Алматының орталық стадионында өткізбеуінің тағы да бір себебі, Астана енді осы Алматыда ойнап қалды, Еврокубоктық ойындарды орталық стадионда қабылдап жүргеннен кейін, әдетте бұндай финалдар енді бейтарап алаңда өтеді ғой. Ешкімнің алаңда емес. Сол үшін осы Түркістанда таңдаған дұрыс шешім болған шығар деп ойлаймыз. Және осылай енді бүгін барынша жанкүйерлер алаңға көп жиналады деген ойдамыз. Енді тағы да осы ойынға қайтадан оралатын болсақ, жалпы жеңісті айтып отыр, жаңа 5 ойын болды, ұпай алып қалды дегендей. Осы чемпионаттағы тағы да біз екеуміз айтып отырмыз, жіберіп алған ойнаған тең нәтижесі үшін Астана бүгін кек қайтарғысы келеді дегендей. Жалпы осы спорт барысында кек қайтару деген кейбір сәтте өзінің кері әсерін тигізіп жатады. Яғни енді қарапайым жалпақ футболшылардың тілімен айтқан кезде жанып кетіп жатады дейді ойынға дейін. Сондай дүние бүгін кері әсерін тигізіп жүреді деп ойламайсыз ба? Бұл матчтың финалы қалған ойындарға әсер етпейді ғой. Еврокубоктерге, мысалы қазір Астанадан бір ойыншы сары қағаз алып кетсе, келесі ойынға алаңға шықпайды деген күйіп кетеді ғой финал. Сондықтан да бәрі болуы мүмкін. Жаңада Астана жеңісін бапкер айтты ғой, енді жалпы бюджет жағынан да біздің қарсыласымыз Астана командасы бізден басым. Сол финалдың фавориті Астана, бірақ бізде соңғы ойындарда Астана сияқты топ клубқа қарсы ойнай алатынымызды, жақсы ойын көрсете алатынымызды дәлелдедік деді. Бұл жерде тәртіпті Астана емес, жеңіс көбірек бұзатын сияқты. Менің ойымша Астанада
бір кек дейтіндей бір реніш бар деп ойламаймын. Өйткені ойыншылардың өзінің қолында болған нәрсе алды өткізіп алды, 1-1 болды. Одан бөлек олар жеңістен кейін де басқа ойындарда жеңіске жетуге болатын еді ғой. Астана командасы, мысалы Тобыл жеңсе де. Мысалы үшін, сондықтан да оның бәрі ұмытылып кетті деп ойлаймын. Ондай бір кек сақтап қалатындай бір-бірімен жаға жыртысқандай жағдай болған жоқ деп ойлаймын. Егер де Атырау командасымен кездесіп қалған жағдайда қазір мүлдем басқаша ойын болады. Мүлде басқаша болады. Жеңіске қарсы сондай болады деп ойламаймын. Түсінікті, олай болса, дәл осы орталық матч бағдарламасының тағы да бір енді қонағы дәл осы Түркістан аренадан Қайсар Бекенов қазір бізге тікелей қосылымға шығатын болады. Астана футбол клубының коммерциялық директоры. Олай болса, сөз кезегін осы біздің әріптесіміз Жалғасқа берейік. Қайсар Бекеновтен сұхбат алған екен, тыңдап көрейік не дейтінін. Астананы жеңіп көрмеген, бірақ соңғы нәтижені қарасақ, жалпы Астана клубында 16 кубок бар, Қайрат клубында да енді 16 кубок бар. Яғни бүгін жеңіске жетсе, Астана тағы да Қазақстанның ең рекордты клубы көрсеткішіне жете алады. Жалпы клуб үшін бұл турнир маңызды ма? Себебі осыған дейін мысалы екінші құрам шығардыңыз бұл ойындарға. Әрине маңызды, өйткені өзіңіз енді білесіз, чемпионатта енді бір ұпай жетпей қалып енді алтынға енді жете алмадық. Сондықтан осы трофей енді биыл жылғы енді биыл маусымғы жалғыз трофей болады. Сондықтан сіз өзіңіз енді дұрыс айтқандай, тек енді Қайратпен ғана тең емес біз ана трофей саңында, және бұл енді алғашқы рет осы турнир орындалғаннан, сондықтан енді бізге де сондай тілегіміз бар. Қазақстанда ең бірінші команда сол бүкіл трофейлерді жинайтын, сондай мақсаттарымызда да бар. Сондықтан, әрине, финалда ойнау әр ойыншыға өзіңіз білесіз ғой, енді есте қалатын нәрселердің бірі. Сондықтан бүгін біздің құрамада да көрдіңіз, бүкіл енді алғашқы 11 ойыншы шығып, Мұхамеджан Сейсен шығып жатыр да, оған да қуанып жатыр. Сондықтан яғни бүгін резервті құрам емес дейсіз? Енді сол финал болғаннан сол біздің енді бас бапкер кеше пресс-конференцияда айтқандай, осы трофейден ұтқымыз келеді, және ұтсақта қатты қуанып, осы біздің енді трофей комнатымызға осыны қосқымыз келеді. Яғни әртүрлі себептерге байланысты енді елордалық дерби өкінішке орай Астанада емес, бірақ керемет аренада, Түркістан аренада бүгін 10 градус, 7000 жанкүйер. Жалпы бүгінгі алаңды қалай бағалайсыз? Жалпы Түркістанға үлкен футбол мерекесі, және де осы жерде сіздің клубыңыз 3 жыл бұрын ойнады, бірақ өкінішке орай жеңіліске жетті суперкубокта. Енді тарихты жаңартатын кез келді ма? Әрине, енді соңғы рет ұтылсақ, енді бүгін ана теория вероятность бойынша енді ұту керек шығармыз, енді сондай сенімдеміз, бірақ осы жаққа келгенде негізі қуаныштымыз. Өкінішке орай биыл Астанада 1-1 ойын өткізген жоқпыз, бірақ оған қарамастан осы Түркістан балдары да келіп біздің команданы көрсе, мүмкін осы жақта да біздің жанкүйерлеріміз қосылады деп сондай пікіріміз бар. Және енді маған да бұл ерекше жер ғой, өзім осы жақта Кентауда туылғаннан енді өте қуаныштымын. Туған жеріме келіп, осы жақта енді бүгін сондай команда маған сыйлық жасса, оған да қатты қуанатын едім. Рахмет үлкен, сізге сәттілік тілейміз. Тек қана бүгінгі ойында емес, алдағы конференция лигасының жалпы кезеңінде Астанаға әрине сәттілік тілейміз. Сұрақтарымызға жауап беретін Жеңіс футбол клубының бас директоры Айдын Қожахмет. Айдын мырза, қош келдіңіз, сізді құттықтаймыз бірінші мәрте финалға шыққаныңызға. Осыған дейін де жалпы топтық кезеңде де сіз айта кеттіңіз, бұл Жеңіс үшін кездейсоқ турнир емес, өте маңызды турнир. Клубтың осы жылы 60 жылдық мерейтойы тойлануда. Жеңіске енді жалпы жеңіске жету үшін не керек сіздің ойыңызша? Дайындық қалай өтті? Қош көрдік, рахмет. Әрине біз үшін бұл өте маңызды. Бүгінгі ойында, оның алдыңғы осы турнирде болған ойындар, әр ойын біз үшін маңызды болған. Әр ойынға біз тыңғылықты дайындалып, әр ойынға басты құраммен шығып, осы бүгінгі күнге жетіп отырмыз. Біз үшін ол үлкен мәртебе, әрине киелі жерімізде осы рухани астанамызда, Түркістанда бүгін тамаша ойын болады деп ойлаймын. Екі елордалық команда, ал сол екі елордалық командасының қайсысы кубокты Астанаға алып келеді деген бүгін ойын ғой. Сондықтан біз боламыз ба деп үміттеніп жүрміз әрине. Бұл ойынға біз тыңғылықты дайындалдық. 2 апта бойы уақытымыз болды. Аллаға шүкір бүгін еш жарақаттан ойынды өткізетін ойыншыларымыз жоқ.
бәрі бабында. Яғни негізгі құрам шығады деп айтуға болады ғой, да? Иә, әрине негізгі құрам шығады бүгін. Менің ойымша жақсы ойын болады, Астананың да негізгі құрамы шығады бүгін. Өте жақсы ойын болады деп ойлаймын, өйткені чемпионат басталғанда бірінші турда негізі осы чемпионатты біз Астанамен бастағанбыз ойынды. Бүгін міне 4-ші рет кездесіп отырмыз. Өкінішке орай бірде-бір ойын Астананың өзінде өткен жоқ. Біреуі Алматыда, екеуі Қарағандыда. Міне бүгін енді Түркістанда. Енді Түркістан бізге сәттілік әкеледі деп ойлаймын. Енді қысқаша айта кетсеңіз, жалпы көбісі спорт мамандары жеңіс сенсация деп айтып жатыр. Яғни көбісі күткен жоқ жеңістің финалға шығатын. Бірақ сіз күттіңіз бе? Яғни бұл нәтиже жаңа бапкердің келуі, жазда жақсы сәтті трансферлерді ұйымдастыру осының жемісі ме? Әрине сенсация деп айтуға болатын шығар. Өйткені біз осы жылы енді алғаш рет премьер-лигаға шығып отырмыз. Талай жылдан бері клуб болмаған. Енді 4 жыл бұрын жаңа өмір басталды бұл клубта. Сондықтан менің ойымша әрине сенсация деп атауға болады. Бірақ бұл турнирді ең басында жариялаған кезінде бұл турнирдің ақшалы несі бар ғой өзінің мотивация жағы дейміз. Сол мотивация жағы бізге де өте ұнады. Сондықтан әрине бірінші күннен бастап біз өзімізге мақсат қойғанбыз. Ең бастысы топтық кезеңден өту деп, ары қарай енді жеребеге байланысты өзіміз көреміз деп. Үмітіміз ақталды. Әрине жартылай финалда Қайратпен 2 тамаша ойын болды. Мен ойымша 2 жарты финал біздің де Қайратпен ойын және Елімай мен Астана өте қызықты болды мен ойымша. 2 ойында да пенальти сериясынан кейін жеңімпаз анықталды. Сондықтан енді бүгін финалда ең мықтылар күш сынасады деп ойлаймын. Тағы да айтайын, бұл біз үшін және Астана үшін де мен ойымша мықты бәсекелестік. Елордаға кубокты кім алып келеді деген ең басты интрига. Бәрібір Елордаға келеді ғой. Елорда ойын қалай аяқталса да Елорда ұтады ғой. Рахмет, сәттілік тілейміз. Бұл жерде біз Жеңіс футбол клубының бас директоры Айдын Қожахметтің де ойын тыңдап алдық, және Қайсар Бекеев те бұл жерде 2 жалпы клуб өкіліне де келетін болсақ, екеуі де бұл чемпионатты жеңуге тырысқысы келетінін айтып отыр, және ақыр соңында Елордаға осы кубокты қайсысы бірі болса да алып келгісі келетін меңзеп отыр. Бір қызығы, Мұхамеджан Сейсен негізгі құрамда шыққан екен. Осы турнирдің барлық ойындарында ойнап келген және осы финалға енді жолдама алып берген қақпашының да әбден лайықты деп санаймыз. Және оның қарсыласы бүгін Лобанцев болады екен. Лобанцев туралы қазір ақпараттар жүріп жүр. Біздің қазақстандық төлқұжатты алуы мүмкін дегенде. Яғни біз мүмкін алдағы уақыттағы Қазақстан ұлттық құрамасының 2-1 қақпашысының ойын көріп қалатын шығармыз дегенде сұрақ туындап тұр. Және дәл қазір енді осы Жеңіс футбол клубының және Астана футбол клубының бапкерлері ойын алдында не деген екен? Жалпы баспасөз мәслихатында ол туралы да сіздерге қазір айтып беретін боламыз. Жеңістің бас бапкері Акис Вавалистің ойын және Астананың бас бапкері Григорий Бабаянның ойынын қазір көретін боламыз. Егерде мүмкіншілік болса, біздің экранымызға ұсынсаңыздар. Акис Вавалис, Жеңіс футбол клубының бас бапкері, осы маусымда 2 міндетіміз болды. Біріншісі премьер-лигада орнымыз сақтап қалу, екіншісі 1xBet QFL Лига кубогында барынша алысқа шабу. Турнирдің топтық кезеңінен шыққан соң одан да үлкен жетістікке жеткенімізді сезіндік. Финалға өттік, енді бізге жеңу ғана қалып тұр деген екен. Яғни былай қарап тұрсақ, керемет сөздер. Не ойлайсыз осы ой туралы? Өте қарапайым жауап берген, өте салқынқанды. Ешқандай да пафос жоқ, ешқандай бір мақтаныш жоқ, біз жеңеміз деп тұрған жоқ, жеңу ғана қалып тұр. 2 негізгі мақсатымыз орындалып деп тұр. Жақсы айтқан, енді іске сәт дейміз. Ал Григорий Бабаян не деген екен, оны да көрсек, қазір құрметті көрермендерге ол туралы да оқып жеткізіп беретін болсақ,
Григорий Бабаян, екі елордалық клуб кездесетін қызықты матч, үлкен мереке деп ойлаймын, және біз әдемі футболға иек артамыз. Әрине, жеңіске жетіп, жанкүйерлерді шаттыққа бөлуге тырысамыз, әр команда кубокты жеңу үшін барын салады деген екен. Яғни жаңа өзіңіз айтқандай, бұл жерде де бір пафос жоқ. Біз бүгін жеңіске жетеміз, біз мықтымыз, бір бас жоғарымыз деген әңгіме жоқ. Екі бапкер де бірін-біріне бір құрмет көрсетіп тұрғандай. Керемет, олай болса екі құрамның бапкерлеріне де сәттілік тілейміз. Жалпы бізге, жалпы осы қазақ футболының жанашырларына барынша бір қызықты, тартысты бір ойын көрсетсе екен деген тілегіміз бар. Енді осы бапкерлердің ойын біліп алдық. Өзіңіз жаңадан беріп айтып отырсыз, қағаз жүзінде Астана фаворит дегендей. Бірақ енді бір нақтылай бір болжам айтып көрсек. Ойын барысы қалай жүреді, айтып отырмыз, Мұхамеджан Сейсен шықты. Бірақ басқа ойыншылардың барлығы негізгі құрамның ойыншылары, жеңістің де ойыншылары дәл солай. Ол туралы енді алдағы уақытта айтатын боламыз. Бірақ өзіңіздің болжамыңыз қалай? Енді болжам айту оп-оңай ғой негізі. Айтып, былай ойнайды, былай ойнайды деп, бірақ енді іс жүзінде қандай болатынын біз білмейміз. Бірақ енді менің ойымша, маған салса, жеңімпаз пенальти сериясының қорытындысы бойынша анықталса екен деп отырмын. Ол дегеніңіз, екі команда бүгін жалпы 90 минуттың ішінде, жалпы 120 минуттың ішінде деп айтайықшы, бірде-бір есебімен тең түседі. Және тек ары қарай пенальти болсын деп айтамын. Кім жеңетінін, енді Астана жеңіп кететін шығар, өйткені Мұхамеджан Сейсеннің андай мотивациясы мықты, ол пенальтиді мықты қайтарады, оның үстіне осы турнирдің барлық ойында алаңға шығып үлгерді. Сондықтан да бұл жігітке де Астананың негізгі құрамындағы қақпашысына айналу үшін осындай матчтарда нағыз өзін көрсететін уақыт келген сияқты. Құрамдарды таныстыра кететін болсақ, олай болса бүгінгі жеңістің құрамын бастап көрсек, экранға берсеңіздер, Жеңіс футбол клубының негізгі құрамы қандай екен? Қақпада біз айтқандай бірінші нөмірде Лобанцев 3-4-3 жүйесі бойынша таңдаған екен. 3 қорғаушы Беланчич, Девзадзе және Новак, ал жартылай қорғаушылар бұл туралы енді айтатын боламыз. Совет, Оливейра, Волков және Ром дейді. Шабуылға жауап беретін үштікте енді таныстыра кетейік. Сильва, Пансолая және Сантос. Ешқандай да өзгерістер жоқ. Негізгі құрамдағы ойыншылардың барлығы шығып жүргенде көрдіміз. Астанаға келейік енді. Астана футбол клубының негізгі құрамы шықпай тұрып, жеңіс туралы айта кететін болсаңыз. Астанаға шықпаған екен, ол туралы сосын айтамыз. Мұхамеджан Сейсен біз айтқандай қақпада 4-2-3-1 әдеттегі жүйе. Бартолец, Кажуколова, Скалайца және Ян Вараговский алаңға шыққан екен. Жартылай қорғаныста Аманович пен Макс Эбонг. Енді тағы да жартылай қорғаушылар, үшеуі шабуылға жауап беретін. Бұл жерде әрине Камара, Грибши, Томазов және бір шабуылшы, енді барлығымыз түсінетін сол Джеффри Чинеду екен. Құрамдар туралы тез-тез ойыңызды айта кетсек? Тез айта кетейік, енді екі құрамды алып қарайтын болса, қадірменді көрермен қауым, үш-ақ қазақстандық ойыншы бар екен. Ян Вараговский Астана командасында, одан кейін Мұхамеджан Сейсен, ал жеңіс сапында Сағи Совет. Үш ғана қазақ ойыншы, қалған жігіттердің барлығы шетелдік футболшылар. Жарайды, ол енді әр команданың өзінің бапкерінің қалауы ғой. Сағи Совет Астана сапында ойнаған, Астананың екінші командасында бірнеше жыл ойнаған, түлегі және өзінің бұрынғы командасына қарсы бүгін алаңға шығады. Қызық ойын болайын деп тұр. Құрам өте мықты, және құрамға қарап отырсақ, Астананың бүгінгі ойында кәдімгідей осы турнирді оп-оңай жеңуге дайын екендігін көріп отырмыз. Енді өте мықты құрам. Бірақ жеңістен де оңай ойын күтпейміз, оларда қарап қалмайды, және 3-4-3 жүйесі дегенді білеміз ғой, бұл шабуылдаушы жүйе, сондықтан да мықты ойын болатын сияқты. Енді осы сұрақты өзіңе қойшы, бүгінгі матчта қай командаға басымдық бересің? Бүгінгі матчта енді әрине Астана енді құрамына да қарасақ та сенімді жеңіске жетуге лайықты деп ойлаймын, бірақ енді менің ойымша біз қосымша уақыт көрмейтін сияқтымыз, барлығы сол бір 90 минутта шешілетін сияқты, есеп 2-1 солай болатын сияқты. Бірақ Астана бір 2 гол соғатын сияқты. 2-1 немесе 2-0. 0-2 немесе 1-2 дегендей. Құрметті көрермен, осымен енді біздің ойын алдындағы орталық матч бағдарламамыздың біз сіздерге дайындаған статистикасы, жалпы ақпараттар өз соңына жетіп жатыр. Ойынға да кезек берейік. Естеріңізге сала кетейік. Бұл ойынды сіздер бірнеше арналардан көре аласыздар, және ол жақта комментатор әріптесіміз Бексұлтан Кеулімқұш және де Евгений Младшинев болады. Олай болса, Қазақстан Лига кубогының финалын керемет ойын болсын, ал біз сіздермен ойынның ортасында және ойыннан соң қайта қауышатын боламыз.